Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге шоколадты кремі бар өте дәмді ореховый торттың рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге ең алдымен кремін дайындап алу қажет. Ыдысымызға жұмыртқа, қант, кукурузный крахмал және де какаоны салып, жақсылап араластырып аламыз. Мінекей осындай қоймалжың масса болуы керек. Содан кейін сотейникке сүтімізді құйып, орташа отта ысытып аламыз. Яғни сүтіміздің буы шыққаннан кейін отымызды өшіріп, оттан аламыз. Содан кейін жұмыртқалы массамызға сүтіміздің кішкене бөлігін құйып, массамызды сұйылтып аламыз. Сұйылтып алған массамызды қайтадан сүтімізге құйып, барлығын жақсылап араластырып, орташа отқа қоямыз. Және де тоқтаусыз венчиктің көмегімен қою болғанша араластырып тұрамыз. Мінекей біздің шоколадный заварной креміміз дайын болды. Осы ыстық заварной кремді бөлме температурасында тұрған шоколад пен сары майдың үстіне құйып, барлығын жақсылап венчиктің көмегімен біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Содан кейін бетін пищевой пленкамен видеода көрсетілгендей етіп жауып, холодильникке 5-6 сағатқа жібереміз. Ендігі кезекте тортымыздың корждарын дайындауға кірісеміз. Ыдысымызға ұн, разрыхлитель және де ореховый муканы саламыз. Мен миндаль ұнын пайдаландым. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша грецкий орехтан немесе фундуктан қолдан мука дайындап алып қоссаңыз болады. Ореховый мука дайындау үшін ең алдымен орехтарымызды жақсылап жуып аламыз. Содан кейін духовкада кептіріп аламыз. Содан кейін блендердің көмегімен жақсылап ұсақтап езіп аламыз. Сонымен біздің ұнымыз дайын болады. Бөлек ыдысқа жұмыртқа мен қантымызды салып, екеуін жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін құрғақ қоспаларымыздың үстіне құйып, қамырымызды илеп аламыз. Мінекей тестамыз осындай жұмсақ, әдемі болып шығады. Менде барлығы 650 граммдай теста шықты. Осыны теңдей 10 бөлікке, әрқайсысын 65 граммнан бөліп алдым. Пергаментке аздап ұн салып, тестамызды дөңгелек етіп жайып аламыз. Содан кейін 16 диаметрлі дөңгелек формамен кесіп аламыз. Алдын ала қыздырылған 180 градус пешімізге шамамен 8-10 минуттай қызарғанша пісіріп аламыз. Жиегіндегі обрезкалармен бірге менде барлығы 12 корж шықты. Мінекей біздің корждарымыздың барлығы осылай қызарып, әдемі болып пісіп шықты. Ендігі кезекте кремін дайындаймыз. Салқын сливкиді қою болғанша миксерлейміз. Және де алдын ала дайындалған шоколадный заварной кремімізді холодильниктен алып, оны да миксердің көмегімен біркелкі масса болғанша миксерлеп аламыз. Содан кейін сливкиімізді үстінен салып, лопатканың көмегімен жақсылап біркелкі масса болғанша видеода көрсетілгендей етіп араластырып аламыз. Енді тортымызды жинауға кірісеміз. Подложкаға аздап кремнен жағамыз, коржымызды қойып, кремімізді жағып, барлығын солай бір тегіс етіп жинап шығамыз. Әр коржды салғаннан кейін қатты күшімізді салмай осылай үстінен басамыз. Тортымызды жинап болғаннан кейін сыртынан бір тегіс болу үшін кальцомызды кигіземіз және де бетін пищевой пленкамен жауып, холодильникке стабилизацияға 4-5 сағатқа жібереміз. Холодильниктен шыққаннан кейін өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша бетіне ганаш құйсаңыздар болады, немесе дәл солай тортты қалдырсаңыздар да өте дәмді болып шығады. Шынында да крем мен коржы бір-біріне үйлесімін тапқан өте дәмді әрі де жұмсақ болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Өзіме және де отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.